өкінеді. Сонымен 21 жастағы қыздың бұл тағдыры ма, әлде теңге табудың тәсілі ме? Әселге алдандық деген тағы бір отбасының назы қандай көреміз. Ғайза ханым, есеп бойынша сіз 3-ші енесісіз. Иә. Мына жақ 4-ші. Иә. Екіншісі Темір деген ауылдан, иә? Иә, Темір. Біз оларды да таптық. Және арнайы зерттеу жүргіздік, экранға зер салыңыздар. Небәрі 21 жасар қыз Түркістан қаласы Темір ауылына да келін боп түскен. Мұндағы Төленовтер отбасы да Әселді ұзатып алмақ болған. Алайда ақыр соңында қыздың қолығынан аса алмапты. Ағамның номерін Әсел өзі алып, өзі жазған ағама. Солай енді біз ағамызды үйлендіргіміз келіп жүрген. Содан біз ұзатып сырға салып аламыз дедік. Сөйтіп 8-ші наурыз күні ұзатып сырға салып алатын болып келіскен болатынбыз, оның да ата-анасымен. Содан қыз мен 8-ші наурызға дейін күте алмаймын, ұзақ болып кетеді деп бізге 18-ші февраль күні алып кетіңдер деп айтты. Сосын біз оны алып келдік. Әдеттегідей Әсел мұнда да ұзақ тұрмаған, қуанышы көпке созылмаған әулет 3 аптадан соң келініміз еш себепсіз табанын жалтыратты дейді. Бізге 2022 жылы 18 февраль күні келін болып түсті. Бір 2-3 апта ғана бірге тұрды. Одан кейін белгісіз себептермен ауылда тұрамаймын деп өздігінен кетіп қалды. Ешқандай себепсіз ештеңе болмай өзі кетіп қалды. Бір айға жетер-жетпестей сөйлескен. Сол сөйлескен аралықтың өзінде ол өзіне жаңа алтын комплект тақтыртып алған. Біз енді үйленген кезде қалың малға 1 миллион бердік. Қойы бар, жөн-жоралғысын жасап апардық. Сосын беташар өтті. Сонымен енді ешқандай ағамыз сондай момын кісі, намаз оқиды, ешқандай себепсіз жаңа ауылда тұра алмаймын деп кетіп қалған. Құрметті сарапшылар, бұл бизнес па? Бизнес. Сонымен Темір деген ауылда келін болып 1,5 ай мерзімде болған. Барлық жерде қарап отырсақ 1,5 ай. Айнұр есімді кейіпкеріміз бізге сұхбат берген. Келін жайлы экранға зер салайық. Біреу звондайды маған. Сіз Әселдің кімі боласыз дейді. Сосын мен түсінбей қалдым, Әсел деген кім деп. Сонымен кейін келе білдік. Сосын Әсел деген осы бізде ағамызға тұрмысқа шығып кетіп қалған кісі. Ол звондады да, осы Әсел танисыздар ма деді. Әсел танисыздар ма? Бізде де сондай жағдайлар болып кетіп қалды деді ғой енді. Мамасы хабарласты. Сосын мен айттым, бізде келін болып кеткен, 2-3 апта келін болып кетіп қалған дедім. Одан кейін ол кісі бізде де сондай жағдайлар болып жатыр деді. Жаңағыдай баламмен ұрсып кетіп қалды деді. Бізде беташар болса, ол кісі свадьба тойда жасаған. Той жасаған, беташар жасаған. Ол кісілер де қалың мал берген. Сол қалың малға берілген ақша қайтарылса деймін. Кезінде балағаттап неше түрлі сөздер айтты, ақымыз кетті. Сол кішкене жазасын алса деймін. Мама да сол жағдайдан кейін ауырып қалды. Енді осымен тоқтаса деймін. Осымен тоқтаса, басқа да адамдардың өмірін құртпаса, бәрімізді қаралап кетті. Бұл Әселдің экс қайын сіңілісі. Талап арызы қалың малды қайтару. 1 миллион қалың мал берген. Жалпы 21 жасында 5 рет тұрмыс құрған қыз туралы не белгілі? Экранға зер салайықшы. 21 жасында 5 мәрте бет ашылған қызды іздеп көреміз келі Түркістанға жолға шықты. Әсел тағы да ескі әдетіне салып, мұндағы бір отбасының әдепті келін атанған. Так, бүгін мен ровно 1 ай 1 күн болады. Бұл менің қайынбикемнің баласы ғой, үйленіп атқан. Январдың 19 күн алып келген. Кәдімгі қазақтың бүкіл салт дәстүрін жасап, 1 миллион қалың малын беріп, қойын беріп, не істеу керек, сол нәрсенің бәрін істеп, не істегенбіз, түсіріп алғанбыз. Қуғыншы келді, 4 адам, бәріне тоже жаңағыдай жасалынды, бүкіл салт дәстүр. Одан кейін 1 аптадан кейін киім келді, тағы да 2 адам, оларға да бүкіл салт дәстүр жасалынды. 1 ай 1 күн шай құйып қызмет еткен қыз шымылдықтың артына жасырынды. Камерамызды көрген бойда жауап беруден бас тартып, барлығын жоққа шығарды. Сізде толсаңыздар? Иә, мойнына отырғанбыз. Қайсысы? Сол Ғайзаның баласы. Ғайзаның баласы. Ләззат деген кісі бар екен, Жетісайдағы.
жетісайға да тұрмысқа шықтыңыз ғой. жоқ, мен алып қашып кетіп қалмадым. Кімнің үйінде қанша күн тұрдыңыз? Ғайса Татьянаның? Сол Ғазизаның үйінде 25 күн тұрдым. Қайсы